Міне бұл үй Қонаевтағы танымал үй. Барлығы қызығып салып жүрген Қапшағай су қоймасының бойында салынған. Бұл жерде қарасаңыздар, вертолет қонатын жері бар екен. Бұл жақта ай керемет көрініп тұр. Жалпы тауға керемет жерге салынған. Ағаштар егілген жан-жағының барлығы. Көлік кіретін жағының бәрін жауып тастаған. Одан соң тауды толық қоршаған осындай сеткілермен қоршаған, астында ток жүргізілген. Ешкім кіре алмайды, толық тауды осы қоршап алған. Керемет салынған вертолет қонады. Осы жердегі тұрғындардан сұрасақ, кәрістің жер үйі дейді, кәрістің салынған. Иесі келіп тұра ма десек, жылына 1-2 рет қана келеді дейді. Вертолетпен келеді екен оның өзі. Сонымен 1-2 рет қана келіп қонып кетеді дейді. Егер нақты толық ақпарат білсеңіздер, төменге жаза кетіңіздер. Кімнің үйі, кімнің меншігінде екен. Жалпы бізде қарап көреміз кадастр номерімен. Жаңа құрылыстар салынған, енді керемет. Жарықтар жанып тұр. Жаңа кіре берісінде ит қабады, абайлаңыздар деген сияқты жазып қойыпты. Мына жақта Қапшағайский трасса. Қапшағай су қоймасының қырғауылдарында ұшып отыр ағаштардың ішінен. Енді жалпы керемет жерге салынған үй. Сыртынан қарағанда көрініс бір 3 этажды үй. Ертегідей салынған ғой енді. Керемет. Барлығы қызығып салып жатыр бұл. Қазір жанына келіп көріп жатырмыз. Қазір мүмкіндік болса ар жағынан көріп, түсіріп, қосып салатын болдым. Міне жаңа вертолет қонатын жер. Мына жақта охранниктеріне ма қонатын үйлері бар екен. Жарықтар жанып тұр, толық қоршап шыққан осылай тауды. Үйдің өзі мұ. Қазір мына жақтан түсіріп көретін болдым. Қараңыздаршы, керемет жерде орналасқан, Қапшағай су қоймасының маңында керемет жерде орналасқан керемет үй. Міне үйдің мына жағынан көрінісі. Әлі де жанынан сұрамай жатырмыз. Өйткені қоршау жан-жағының барлығы. Қараңыздар, мына жақта Қапшағай су қоймасы керемет көрініс болып тұр. Қапшағай су қоймасының қасында осындай ертегідегідей үй салған ғой. Күзетшілер тұратын сияқты, иттері бар. Қырғауылдар да ұшып жатыр. Қазір арғы жағын түсіріп көрейін барынша. Міне үйдің жалпы жақындағандағы көрінісі осындай екен енді. Одан әрі жақындай алмайды екенбіз. Бұл жерде күзетшілер тұратын сияқты, мотоцикл тұр екен. Жарықтарын жағып осындай кең алқапты алып жатыр.